Уэбб ғарыштық телескобы жерден 5300 жарық жылында аққу шоқжұлдызында орналасқан WR140 қосар жұлдыз айналасындағы ерекше жарық сақиналарды суретке түсірді. Оларды қосар компоненттерінен атқылаған жұлдыз желі мен тозаң туғызған. Вольф-Райе жұлдызы өз ғұмырының кейінгі кезеңдеріндегі күннен кемінде 25 есе ауыр ол типті шығар. Сондықтан олар сутегіне кедей. Ал гелийге бай және өте күшті жұлдыз желін шашады. Жүйедегі жұлдыздар бір-бірін эллипс бойымен айналады. Олар шамамен 1,3 астрономиялық бірлікке дейін барынша жақындасқанда екеуінің қуатты желдері соқтығысады. Зат суи келе түзілген тозаң біртіндеп сыртқа үрленеді. Қосардағы жұлдыздар 8 жер жылы сайын жақындасады, әр кездесу нәтижесінде кезекті тозаң сақинасы пайда болады. Уэбб алған кескінде 17 сақина бар, демек олардың ең сыртқысының жасы 136 жылдан аспайды. Таңғажайып сақиналар 10 триллион километрге созылып жатыр.